Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Енді мәтті ияның дыбыстаған кезде бойынан табылатын қателіктерге тоқталайық. Бірінші қателік мәтті ияны дыбыстаған кезде. Халту саутиха би шай'ин мин саутил алиф. Ана ияның дыбысына алифтің дыбысын араластырып жіберіп оқу қате өсіп келеді екен. Яғни алифке ұқсатып жіберіп оқу яғни. бұл не себепті болады? وذلك بسبب عدم الرفع وسط اللسان بمقدار المطلوب عند النطق بها. бұл әріпті, яғни я мәтті яны дыбыстау кезінде талап етілген мөлшерде тілдің ортасын көтермеген себепті болады. Яғни біз білеміз, я әрпін біз махражын өткен кезінде білеміз, не істейміз? Мәтті яны оқыған кезде и деген кезде тілдің ортасы сәл көтеріледі, бірақ қатты көтермейді, сәл көтеріледі. Түсінікті ғой, сөйтіп дыбысталатын еді негізі. И байқасаңыз тілдің ортасы көтеріледі. И ал бұл жерде алифке ұқсатып жіберсе, ұқсатып жіберуі ол қателік көрсетеді. Ол кезде не істейді? Сол тілдің ортасын көтермей айтады. Көтермей айтатын болса, яғни мәтті яғни. Қалай? Тілдің ортасын көтермей айтып көріңізші. Тілдің ортасын көтерсеңіз, и болады. Ал тілдің ортасын көтермесеңіз, ег сияқты, еге ұқсайды. Сондықтан былай айту қате өсіп келеді екен. Нәстәғину дегенде орнына нәстәғину. Бұл да қате. Екінші қателік. Әл-мубалағату фи доқти аля васат лисани инда нутқи биха. Бұл я әріпін дыбыстау кезінде, яғни мәтті я әріпін дыбыстау кезінде тілдің ортасына шектен тыс қысым салып жіберу. Шектен тыс қысым салып дыбыстау ол қате. Мысалы, біз білеміз негізі мәтті яда тілдің ортасы көтеріледі, бірақ айтарлықтай қатты деңгейде көтерілмейді. Яғни тіл мен таңдайдың арасында қысым болатын деңгейде көтерілмейді. Осы нәрсені білу керек. Сондықтан солай қатты қысым салып жіберу тіл мен таңдайдың ортасына, тілді қатты көтеріп, ол уже қате өсіп келеді. Мысалы былай: әл-мустақиму қиму деп айтады. Қате. Әл-мустақиму дұрысы. Әл-мустақиму. Ал егерде қатты салып жүрсек, қысымды әл-мустақиму болып келеді. Жақсы. Үшінші қателік: халту саутиха би шай'ин мин саутил ғунна. Яғни я әрпінің дыбысына, мәтті я әрпінің дыбысына ғунна дыбысын араластырып жіберу. Бұл да қате. Ғунна дыбысы жағаспайды. Жаңа айтқанымыздай, алдында әлифте де, вауда да жағасқан жоқ қой. Ғунна дыбысы. Бұл мәтті я әрпінде де ғунна жағаспайды. Не мысал былай: әл-аламина. Бұл жерде ғунна жағаспау керек. Ғунна жағасатын болса былай болады: әл-аламина. Көрдіңіз бе? Мұрыннан дыбыс жағасып жатыр. Бұл қате. Сондықтан миннің жаңа айтқанымыздай ғунна бар бойында, нунның бойында ғунна бар. Сондықтан нуннан мимға қарай көшкен кезде мәд әрпімен біз ортадағы мәд әріпке де ғуннаны қосып жібереміз. Әл-аламина. Ғунна қоспай айтады екенбіз. Түсінікті? Субханакаллахумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.